Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған шараның бірі тіл шебері 2016 деп аталады. Бүгін Ақтауда қазақ, орыс, ағылшын тілін жетік меңгерген 7 мемлекеттік қызметші облыстық байқауда бақ сынасты. Мұнда тек 21 мен 29 жас аралығындағы жастар қатысады. Мақсат үш тілділікті насихаттау, іскерлік және халықаралық қарым-қатынасты нығайту. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Бірінші сұрақ сарқыт деген не? Жалпы енді ата-бабаларымыз ежелден бері қойшы қауым болған ғой, қойшыл шілдеханадан бастап беташарға дейін. Байқауға қатысушылардың бірі Ұлдай Қадырбаева. Оның мемлекеттік қызмет істер министрлігіне қарасты облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы профилактика басқармасында бас маман болып жүргеніне 2 жыл. Ол бүгінгі сайысқа бағын сынап, 3 тілде еркін сөйлейтінін дәлелдеу үшін келді. Қойылған сұрақтарға тұшымды жауап қайтарып, сөйлеу шеберлігін байқатты. Мемлекеттік қызметкер деген өте жауапты маман болып есептеледі. Қазіргі таңда енді елбасымызда айтып кеткен 100 нақты қадамда, бірінші 15 қадамында жалпы мемлекеттік қызметкер енді болашақта 3 тілді де меңгеріп, 3 тілді де еркін сөйлей білу қажет. Енді соған ұмтылып жатырмыз. Осы қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілінде бірдей сөйлеп, бірдей жаңағындай мемлекеттік қызметті көрсетіп тырысудамыз. Сайыс мәдениеттаным, ұлттаным, өнертаным деген 3 кезеңнен тұрады. Қатысушылар шарт бойынша қазақ халқының салт дәстүрін мемлекеттік тілде айтып, еліміздің тарихы мен ұлы тұлғалар туралы сұрақтарға орыс, ағылшын тілінде жауап берді. Оған қоса 3 түрлі жаңылтпашты жаңылмай 3 рет айтудан жарысқа түсті. 3 тілділік негізінен халықаралық қарым-қатынас тілі болып есептелгеннен кейін, әрине президентіміз айтып жатыр, елу елдің қатарына енеміз деп, сондықтан болашақ жастарымыздың 3 тілді меңгергені өте қажет деп есептейміз. Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі меңгерген жастарды болашақта елу елдің қатарына ену үшін әрине дайындап шығаруымыз қажет. Сонымен байқау қорытындысы бойынша бас жүлде мемлекеттік қызмет істер министрлігінің Маңғыстау облысы бойынша департаментінің бас маманы Ұлдай Қадырбаеваға бұйырды. Жеңімпаз Астана қаласында өтетін республикалық байқауда облыс намысын қорғайтын болады. Гүлайна Мерген, Бейбіт Нұрсейіт, жаңалықтар.